Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кейбатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Әйелін аяусыз соққыға жығып өлтірген атышулы істің үкімі өзгеріссіз қалды. Қызылордада әйелі Ажар Шадиеваны туған күнде айуандықпен өлтірген тұрғын Руслан Отарбаевқа қатысты апелляциялық сот отырысы өтті. Бұл уақиға қазақ қоғамында үлкен резонансқа айналды. Қайғылы уақиға 2022 жылдың 3 тамызында болды. Одан кейін соң үкімі бойынша марқұмның 29 жастағы күйеуі бар болғаны 12 жылға қатаң режимдегі мекенде жазасын өтейтін болды. Немолчым қорының хабарлауынша, күні кеше Қызылордада бұл іс бойынша апелляциялық отырыс өткен. Жәбірленуші тараптың адвокаты Отарбаевты өмір бойы бас бостандығынан айыруды талап етті. Прокурор 20 жылға бас бостандығын айыру туралы сұрады. Бірақ сот үкімі өзгеріссіз қалдырылды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.